Саламатсызбы студент мырзалар, бүгінгі тақырып Калашников автомат мен қол пулеметі. Калашников автоматтың шамалы тарихын айтып кетейін. Калашников автоматты 1943 жылы ойлап шыққан Калашников. Ол соғыс кезінде 1943 жылы станция Матай, Алматы облысына жарадар болып келеді госпитальге. Сол жерде ойлап тауып, бірақ серийне шығып бастаған жыл 1947 жылы. Енді автоматтың механизмдерін айтып кетейін. Бөлектер, мына сүмбі, мына ұңғы, конденсатор газ тежеуіш, қарауыл негіздері, мына газ түтігі, шет мойын, көздеуіш, магазин, шүріппе, тапанша сабы, сақтандырыш, дүмбі, ұңғы қорабасының қақпағы. Енді бұл автоматтың салмағы 3-6 килограмм. Оқтың басталы жылдамлығы 715 метр секундда. Бір дегенде 715 метрге кетеді. Енді автомат калибрі болады, Калашников қандай? 5-45 болады, 7-62 болады. Неғылым нықты 60 метрға 400 метрге атады. Жердегі нысанаға 800 метрге дейін, әуедегі нысанаға 500 метрге дейін, тура атысы қашықтығы бүйдөлік фигураға 300 метр, жүгірмек фигураға 525, ұрыстық шапшаңдығы ату минутына түндіктеп атуға, значит, автоматический дегені 100-ге дейін, одиночный даралап ату кезінде 40-қа дейін. Атыс қарқыны ату минуты 600 патрон. Жаңа айттым, автоматтың массасы 3-6 килограмм, оқтың басталу жылдамлығы метр секундда 715 метр секундқа кетеді. Автоматты жартылай шашу және бөлшектеу. Енді бірінші не істейміз? Бірінші магазин алынады. Сосын финал алынады. Сосын сүмбі алынады. Сосын сақтандырыштағы газ поршын қоса кетіп, сүріппені бастады 45-60 градуста. Сосын алынады ұңғы қорабасының қақпағы. Сосын қайтарма механизм. Бәріне ретімен қойып қою керек. Газ поршын қоса кетпесін алып, мына газ поршыны мына бекітпесі. Газ түтігі. Газ түтігін алынды. Мұны жартылай бөлшектедік. Енді тағы қайтарып айтып кетейін. Ұңғы қорабасы. Мұна бәрі ұңғы, бәрі осы әкелен ұңғы келеді. Сосын мұны көздеуіш дедік, қарауыл негіздері дедік. Мұны жерде тежеуіш конденсаторды да ашу керек еді. Бірақ мен оны сосын көрсетеді тоқтатып қойдым. Мұны жерде тұру керек. Жартылай бөлшектелді. Мұна жерде пенал ұясы. Енді жартылай жинау керек. Бірінші не істейміз? Аламыз. Газ түтігін. Газ поршының қоса бекітпесі. Асықпаймыз. Бұлай ұстаймыз. Бұлай. Бүйтіп ұстау керек. Бүйтіп қойсаң, ұңғы қорабасын сақанда қолын жарақат алып қалуы мүмкін. Соның үшін дұрыстан қандай көрсетіп тұрып, сонда салу керек. Асықпау керек. Екі жағын отырды және итеру керек. Сосын қайтарма механизміні. Ұңғы қорабасының қақпағы. Атамыз, сақтандырышқа қоямыз. Сосын конденсатор тежеуішті қоямыз. Сүмбі. Пенал. Магазин. Енді магазинде біз айттық 30 оқ болады дедік. 30 оқты біз білеміз, мына тесік бар. Егер де капсул көрінсе, сонда 30 оқ болады деген. Енді мен жаңа айтып кетейін. Мына жері оқ деп айтылады. Мына оқ. Мынау гильзасы, а мынау капсул. Капсул, гильза, патрон. Кешіресіңдер. Капсул, гильза, оқ. Енді біз айттық 30 оқ болады дедік автомат Калашниковды. Қол пулеметінде
полк пулемет калашында 45 оқ болады.